Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең дәмді муравейник десертін жасайтын боламыз. Видео рецепт соңына дейін қараңыздар. Келесі видео рецепті жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен шекеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Ерітілген сары майымызды салып, араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды араластырып, жұмыртқалы массамызға ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды кішкене жайып аламыз, бөлшектерге бөліп мұздатқышқа қатырып аламыз. Мұздатқышта қатқан бөлшектерді ұнға аунатып, үккіштен өткізетін боламыз. Артық ұндарды ситаның көмегімен алып тастаймыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пештен осындай болып шығады, қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Кремін жасайтын боламыз, ол үшін бізге отқа қойғанға ыңғайлы ыдыс және вареный сгущенка керек. Вареный сгущенкамызды ыдысымызға саламыз. Сары майымызды саламыз. Балымызды саламыз, баяу отта ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Креміміз осындай консистенцияда шығады. Дайын болған қамырымызға кремімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен осындай қалып пайдаланамын. Мұздай суға салып аламыз. Қамырымыз оңай, жабыспай түсу үшін. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен шоколад пайдаландым. Бұл міндетті емес. Онсыз да өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дина. Назарларыңызға рахмет.